Рағд сүресі туралы хадистер мен түсіндірмелер. Әзірет Әбу Хурайра былай дейді. Расулалла, саллаллаху алейхи уә сәлләм, жер бетінде іргелес, алайда біріне бірі ұқсамайтын құрлықтар бар. Сондай-ақ әр алуан жүзім баулары, егістік алқаптары мен бір түптен бірнешеу болып шыққан немесе дара біткен құрма ағаштары бар. Осылардың барлығы бір сумен суғарылады. Алайда біз оларды дәмі, иісі, түр-түсі, нәрлілігі мен сапасы жағынан әр түрлі етіп, бірінен бірін артық қыламыз. Міне, осылардың бәрінде ақылға салып, ойланатын қауым үшін сөзсіз көптеген белгілер мен дәлелдер бар. Рағд сүресінің 4-ші аятындағы бір-бірінен артық қыламыз деген сөйлемді бұл олардың сапасыз, фариси дәмі бар, қышқыл болуы деп түсіндірген. Түсіндірме. Аят жер жүзіндегі барлық жеміс-жидектердің бір топырақ һәм бірдей судан қоректенсе де бір-бірінен өзгеше болып өніп өсуінің Алланың бар екенін дәлелдейтін бұлтартпас дәлел екенін баяндай келіп, осы мәселелер хақында ойлануға, ізденуге шақырады. Расулалла, саллаллаху алейхи уә сәлләм, олардың әр түрлі болуы мәселесінде ізденейін деушілерге жол сілтеген. Бір сапалы сапасыз болу. Бұл бірдей жынысты, тіпті бір ағаштың жемістерінде кездесуі мүмкін жағдай. Екі жемістердің түрлері жағынан әр түрлі болу. Хадисте фариси деген құрма іспеттес жеміс айтылу арқылы осы мәселеге назар аудартады. Мәселен, апорт алмасы, сиверс алмасы деген сынды жеміс түрлері осыған жатады. 3. Дәм жағынан әр түрлілік. Қышқыл, тәтті, тұзды, ащы, дәмсіз тағы басқа. Алла тағала теңдессіз құдіретімен су, топырақ, күн сынды 3 элементтің ғана қатысуымен миллиондаған әр түрлі жеміс-жидектерді өсіріп қойды.